Сәлем достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге бірінші тоқып үйреніп жатсаңыздар да керемет шығатындай дүниені көрсететін боламын. Ол үшін бізге әдеттегідей жіп және крючок керек болады. Мен мына жібім жіңішке, бірақ крючогым 3 мм крючок. Бұл өйткені маған бұл жұмсақ болып шығу үшін осындай үлкен миллиметр үлкендеу крючок алдым. Енді бізге менің өлшеміме 26 сантиметрлік петля теріп алам. Ол үшін маған 46 петля теру керек. Мінекей. Мен өткен сабақтарымда айтқан болатыным, мына петляны өйстіп екі қабаттап алғанды жақсы көремін. Өйткені маған мына шеті жіп-жіңішке болғаннан осындай қалыңдау болып шыққаны әдемілік көрінеді маған. Сол үшін мен осылай жібімді екі қабаттап бастаймын. Ал кеттік, бастаймыз. Петляларымызды санап отырыңыздар. Маған 26 сантиметрге 46 петля керек. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 9, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 27, 28. Міне мен 46 петля теріп алдым, екі қабаттап жібімді. Енді ары қарай бір петля, бір қабат жіптен көтеремін. Ары қарай без накида тоқып шығамыз. Без накида бірінші петлядан бастап тоқимыз. Міне. Артық жіпті арасына қыстырып жіберсеңіздер көрінбей кетеді. Әр петлядан бір столбиктен тоқып шығамыз. Без накида тоқисыздар. Өте оңай, қарапайым, керемет тез шығады қазір. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, не тоқығанымды көретін боласыздар. Мінекей осылай. Мінекей мен бірінші қатарды тоқып шықтым. Без накида ешқандай жіп қоспай, міне бірінші қатарды тоқып шықтым. Ары қарай тағы да бір петля көтеріп, бір петля көтереміз да, тура солай соңына дейін тоқимыз. Без накида мінекей. Столбикке кіргіземіз, жіпті іліп аламыз, тоқимыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бірінші рет тоқып жатсаңызда қолыңыздан келетін зат. Мінекей. Бірінші тоқып жатқандарға негізінде үйренуге оңай деп ойлаймын, осылай тоқыған. Мінекей. Маған осылай биіктігі 5 сантиметр қажет болады. Ол үшін мен осындай қатардан 10 қатар тоқып шығам. Ал сіздер өздеріңіздің өлшемдеріңізге қарай тоқитын боласыздар. Маған 5 сантиметр болу үшін 10 қатар тоқимын. Осылай міне. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мінекей қараңыз. Өте оңай. Крючокты кіргізіп жіпті іліп аласыздар да жұмыс жібін шығарып аласыз. Мінекей. Жіпті іліп аламыз, шығарамыз. Осылай тағы да мен 8 қатар тоқып шығам. Мінекей мен 10 қатар тоқып шықтым. Мінекей. Екі жағы да бірдей, ешқандай несі жоқ, разница жоқ, қараңыздар. Бірақ тоқылғанда әдемі болып көрінеді. Осылай 10 қатар тоқыдым. Менің көлемі 5 сантиметр болды. Енді осының ортасынан тағы да 5 сантиметр былай жоғары қарай тоқитын болам. Ол үшін мен 5 сантиметр менде 10 столбик шығады екен. Сол үшін мен 46-ның
46'dan 10'ды алып тастап, 46'dan 10'ды алсам 36, екі жақтан 18 петлядан тастап, ортадан 10 петляны алатын болам. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 петлядан, байқап отырсаңыздар, мен жерімді қырқып тастадым. Енді осы жерден ілме келіп аламын, мына жерден. И бір петля көтеремін. Бір петля көтеремін. Де тура сол петлядан бірінші столбикті тоқимын. Міне. Мен петля көтердім ғой. Енді сол петлядан бірінші столбикті тоқимын. Бір, екінші петля, 10 столбик тоқимын осылай. Екі петля, екі столбик. Үш. Жіпті арасына қыстырып жүріңіздер. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 13'sini to'qidim. Mine 10'da to'qidim. Endi bular qaray sanab ko'rayim. Бұл жағы да 18 шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18. Дұрыс шықты. Енді тағы да бір петля көтеріп, жұмысымызды айналдырып, міне бірінші столбиктен бастап тоқыңыздар, сонда жұмысыңыз тура шығады. Егер бұл бірінші столбиктен тоқымай екіншісінен бастап кетсеңіздер, столбиктеріңіз кеміп қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші столбиктен бастап тоқыңыздар, сонда 10 столбик тура шығады. Осы 10 столбикті тоқшамын екен. Мінекей 10 столбик тоқыдым. Бір столбик көтерем, жұмысымды айналдырам. Бірінші столбиктен бастаймыз. Столбиктеріңізді санап отырыңыздар. Артық болып кетсе, артық болып кетуі де мүмкін, кем болып қалуы да мүмкін. Сол үшін санап отырып тоқыңыздар. Менде міне осылай, мен енді осыны былай қарай 10 сантиметр тоқуым керек. 10 сантиметр шығу үшін мен 20 қатар тоқып шығам. Сіздер де өздеріңіздің жұмыстарыңызға қарай тоқып шығыңыздар. Мен қазір осыны былай қарай ұзыннан 20 қатар тоқып шығатын боламын. Міне соңғы петля, соңғы қатардың соңғы петлясы. Жіпті өткізіп алып, мен қырқып болған, міне шығарып аласыздар осылай. Бізде осындай зат шығады. Әрпіне ұқсайтын зат шығатын екен. Көрдіңіздер ғой, енді бұны не істейміз десеңіздер, былай жасайсыздар мінекей. Осылай қойып, қазір алыстан көрсетейін. Мінекей. Міне бұлай. Осылай тігіп шығуымыз керек. Мына шеттерінен тігеміз. Бірінші мына қойған жағын тігіп шығамын. Мына жерді тігіп шығамыз. Мына қосылған көрдік қой мынаны. Енді осыны мына жағынан қойып, мына жерді тігіп шығамыз. Мына жергеден тігеміз.
Мен мынандай инемен тігетін боламын. Мына бұрышынан бастаймыз. Өткізіп алып, мынаны байлап аламын. Шеттен 2 байлап аламын да, ары қарай жалғастырып тігемін. Өзі белгілі болып тұрады, мына жерде петлялар. Мінекей, әр стол беттің есінен келесі беттен бетті өткізіп тігіп шығасыздар. Мына жерге дейін тігіп шығамын мен қазір. Мінекей мен бұрышына келдім, міне. Енді мына екінші жағын осының үстіне қойып, үшеуінде 3 қабатты да қабаттап тоқимыз. 3 қабатты, үшеу болып тұр ма екен? Осы үшеуін қосып тоқимыз. Қосып тігеміз. Осы бұрыштан бастап. Осылай үшеуін бірге тігеміз. Осылай үшеуін бірге қосып тігіп шығамыз. Ортасында қалып кетпесін, қарап отырыңыздар. Үшеуін бірдей қылып ұстасаңыздар, қалып кетпейді, сол үшін үшеуіне бірдей өткізіп тігуге тырысыңыздар. Шеттен мына 2 жіпті бір-бірімен байластырып жіберемін. Шығып кетпеу үшін байлап қойып 2 байладым. Мына ортасында қалып кетпесін. Мен тігіп шықтым бәрін. Енді мына ортасындағыны ішке қарай ысырамыз да, 2 шеткіні бірге тігеміз. 2 шеткіні мына соңына дейін тігіп шығамыз. Мына жаңағы байланған жіпті ортасына кіргізіп, ортасында қалып кетуін керек. Жіп шошайып қалмау үшін ортасына кіргізіп жіберіңіздер. Міне осылай соңына дейін тігіп шығамын. Өте оңай, қарапайым, қазір болған кезде қандай зат шыққанын көретін боласыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда сіздерге мен шығарған видеолар бірінші болып келетін болады. Және де сіздерден қолдау күтемін. Лайк бас, комментарий жазып, комментарияға өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Міне мен соңына келіп қалдым.
үлкен размерлерге тоқысаңыздар да өлшеміне қарай үлкейтіп тоқысаңыздар болады. Мен соңына келдім. Осы жерден жібімді байлап артық жіпті қырып тастаймын. Не байлап, енді бұл негізі ішкі беті болатын. Енді осыны оңғаратамыз. Оңғаратқан кезде осындай әдемі байпақ дейсіздер ме, туфелке дейсіздер ме, осындай зат пайда болады мінекей. Мынаның мына қосылған жеріне екі жер біріктіріп тік қойсаңыздар да болады, немесе мынадай гүл тағып қойсаңыздар да болады. Мінекей қараңыз, қандай әдемі болып шықты. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Осылай гүл тік қойсаңыздар да болады. Рахмет.